Өткен күннен сезілмесе ашылып, сенеміз бе ұлттан мұңзар қашты деп? Сорымыз ба, намсыз бен ұлтсызды, бізде қазір жазалайтын басшы жоқ. Сараптасақ, ұлт пен ұлтсыз қырқысын, қандай іске бармады жұрт құлқышын, бірақ ана тілі сақтау бас міндет, тілден үлкен отан болмас ұлт үшін. Намсыз ел айналмай ма сорлыға, қайсар басшы өнегесін қорғыла, өз ұлтына тасатқанда шалқып жүр, абақтыға жабылудың орнына. Өзгерген мен бүгін өмір ағысы, көп қазақтың қалғыған мен намысы, елде отан соғысынан кем емес, жүріп жатыр тілді қорғау соғысы. Әр халықтың ойына сай бой бар, бойсызға да қатал талап қойылар. Қазақ тілі, қазақ халқы деген сөз, тілін қорғай алмаған ұлт жойылар. Тілін қорғай алмаған ұлт санасыз, қасиетсіз, құдіретсіз, панасыз, мақсат тұтып тек қарынның мүддесін, ғұмыр кешер ұлтсыз, рухи анасыз. Лезде босап жігерінің белдігі, күңгірт тартты халқымыздың келдігі. Егер бүгін күреспесек тіл үшін, ертең ұлт боп қалмасымыз белгілі. Қазіргі кез, әуместер кез масаң қал, тамырсыздық аңғарынан басалған, қазақ ұлтын космополит етуге елімізде барлық жағдай жасалған. Басшылар көп, билік шыңын өлеген, өрді қазақ есебінен төлеген, сөйтері олар не бір қызын, не ұлын, баба тілін меңгеруге бермеген. Тілін, ұлтын сатқан адам оңбай ма, әлде биік лауазымға самғай ма? Қалай жеттік біз осындай жағдайға деген сұрақ жүгірады маңдайға. 300 жылдай түсіп келген илеуге, ұлттық сана жылдан жылға келуде. Ана тілін менсінбеген мәңгүрттер неге құштар қазақ халқын билеуге? Кей зиялың айла жасап не түрлі, сол билікке болып алған өтімді. Ал жасырын ұлтты жою майданын, олар әлі сезінбейтін секілді. Қыраннан да асқақтатып тауықты, мадақтайтын ақын жыршы қауіпті. Әншілер жүр тілді қорғау ісінен бек қойып, той мен ойын сауықты. Жанын күйттеп, ұлттан шеттеп қалғандар, бәлкім үркек, қорқақтарын талғамдар. Әрине олар бірінші мен 10-шы кезектісті алмастырып алғандар. Рухсыз күш өмір сүрмес жеріксіз, шыншыл тұлға көп жағдайда серіксіз, сан ғасырлық намыссыздар сабағын сондықтан да еске аламыз еріксіз. Мәңгүрттеніп алшақ қонған арнан, дарындар бар атын әлем таныған, жүрегінде ұлттық намыс болмаса, ол дарынның жоқ жақсы барынан. Жүргендер де ұлттан бөлек шатгүлдеп, мақтан алмас нағыз бақ таптым деп, ұлтқа, тілге жанын салмас жандарды кезден келді айтар рухи сатқын деп. Баба рухтың сенім шамы сынғандай, намыс өшкен кезең еді бұл қандай. Бабаң ұлттан, тілден қашқан қазаққа жер астынан лағнет айтып тұрғандай.